Мен Леди Джи деп аталатын себебім бүкіл әлеуметтік желілерде менің аккаунтым сондай бар. Сондықтан Леди Джи ол жасыр өзіме ұнайтын есім. Шын атымды айтқым келмейді. Боди массаж, тыр жалаңаш денемен жасалатын массаж түрі. Сен егер ар жағына бармасаң, ақша аз табасың дегендей. Клиенттер болмайды. Мен таң қалдым, мен ең бірінші 10 мың, 15 мың деген бағаларды көргенде, әрине бұндай ақша төлегеннен кейін келетін азаматтар қалталы. Барлығымыз танитын адамдар да бар. Үлкен кісілер маған хабарласқанда олар міндетті түрде интим сұрайды. Элиталық үй, күзетшілер бар. Тек қана қыздар емес ол жерде. Бұндай әңгімеге қазақ сөздерін қимайды екен мен. Қыздардан кім сұрады? Сен неге сондай жағдайға тап болдың? Өзіңізді негізі Lady G деп таныстырады екенсіз. Lady G, жалпы өзіңіз бастап кезде өзіңіз туралы айтыңызшы. Кімсіз, қайдансыз, қай жақтың тумасыз, Астанаға қалай келдіңіз? Осыдан бастайық әңгімемізді. Мен Lady G деп аталатын себебім бүкіл әлеуметтік желілерде менің аккаунтым сондай бар. Сондықтан Lady G өзіме ұнайтын есім. Ұнайтын қалай айтсаң екен, дәмен дейміз ба? Шын атыңызды айтқыңыз келмей ме? Шын атымды айтқым келмейді. Өйткені мен осы атпен жүргенді өзім қалаймын. Жалпы менің жағдайыма ғана байланысты емес, бұл айтуға жеңіл, кез келген халыққа түсінікті, ыңғайлы болғандықтан таңдағанмын. Кәсібіңіз қандай? Кәсібім негізі... Боди массаж, дұрыс па? Боди массажбен мен айналыстым. Енді сіз жалпы бұл жерге Астанаға қайдан келдіңіз деген сұрақты қойыңызшы. Мен астаналықпын. Астаналық, Байырдан осы жерде тұрасыз? Иә. Ата-анаңыз осы жерде? Үйіңіз барлығы осында? Қалай, ата-ана туралы айтпасаң... Ата-ана туралы айтпақ, туысқандарыңыз білмейді? Бұндай қызметпен айналысып жүргеніңізді? Өйткені мен олардың енді көргенде көре жатар, бірақ ойымды жай түсіргім келмеді. Негізі бұндай жұмысқа келгеннің себебі де осы. Отбасылық жағдай себеп болды ма? Отбасылық жағдайымды айтып кетсем, өзім тұрмысқа шықпағанмын. Бала шағам жоқ. Ата-анаммен тұрған, бірақ бөлек шығып кеттім. Қалай осы карантин, былтырғы карантин басталғаннан бастап мен өте қатты қиналдым. Үйде бізде бір шамалы келіспеушіліктер болған еді. Мен карантин кезінде өзім басқа жақтан келген едім қалаға. Астанаға негізі келген жоқ, бірақ ол сондай талаптар болды. Адамдарды қай жерде тіркелген, тіркеулері бойынша қабылдады. Басқа қалада. 20-шы жылғы карантин барлықтарыңыз білесіздер. Барлық жер жабық, ешкімді өткізбейді. Блокпосттан тек қана тіркеуі бар адамдарды қай жерде тіркеліп тұр, сол қалаға, сол жерге жіберді. Сөйтіп осында келемін. Келіп квартира жалдаймын. Кәдімгі айына, Айына квартира жалдаймын. Бірақ жұмыссыз отырдым. Ақшам бәрі бітті. Тиынсыз қалдым. Өзімде басқа да жұмыстарым болды. Негізі менде басқа бір қаражатымды басқа бір жағдайларға құйып қойғандықтан өзімде ештеңе қалмай қалды. Енді не істерімді білмеймін. Жұмыс іздеймін дедім. Жұмыс іздеп тұратын жермен бірге дедім. Өйткені қарағанда енді 60 мыңнан басталса айлық, 150 мыңға дейін. Мысалы, менің бір тәжірибем мол, керемет бір маман емеспін ғой. Біреу бір жерге қабылдайтындай. Сондықтан тұратын жері бар, бір айлығы ыңғайлы сондай бір жұмыс іздегенде массажға тап болдым.
тұратын жер мені қызықтырды. Қалай массаж тұратын жермен бірге. Карантин болғандықтан мен басында ойладым, мүмкін карантинге қатысты шығар деп. Не болса да барып көрейін дедім. Ол жолы звондаған қызым маған Нұрсаяға кел деді. Осы Астанадағы Нұрсаяға бардым. Барғаннан кейін массажы, мына жерде айта кететінім, объявление дейміз ғой. Объявление жіберген адам массаж и обучение плюс сертификат деп жазған. Мен ол туралы ол моменттердің бәрін сұрадым. Сертификат қалай бересіз, қалай аласыз деп. Келгенде оның бәрі жоқ болып шықты. Сертификат ештеңенің қажеті жоқ. Тіптен сізден массаж жасадың ба, бұрын диплом бар ма деп те сұрамадың ба? Тек қана сенің өзің қалауың болса болды. Ақша табу қалауы. Мақсат ақша табу болса, сондай түрлер көрсетеміз. Оның ішінде интим түрлері бар екен. Мен бас тарттым. Онда бүгін енді көр дегенменде. Баратын жерім жоқ. Кеш, жаңбырлы болды сол күн. Басқа квартираға бар, тағы сол Нұрсая тұрғын үйінде. Бірақ қыз бар, қорықпа ешкімнен, екеуің бола тұрасыңдар деді. Сол квартираға келдім, ол қыз жиналып отыр екен, мен қазір туысқандарымның үйіне барамын деді. Сен өзің жалғыз бола тұр деді. Саған звондап хабарласып тұрады деді. Мен айттым, жарайды, жақсы дедім. Бір кезде 3 адам келеді деп бізге звондады. Жоқ, 1 сағаттан 3 адам келді, есік қақты. Ол қалай 3 адам, мен өзім жалғызбын ғой, ана қыз кетіп бара жатыр. Жоқ, оның біреуі ғана қалады. Қазақ жігіттер ме? Әлде басқа өзге ұлттар болды ма? Қазақ жігіттер. Сөйтіп ол кісілер келді. Келгенде полиция қызметкерлері болып шықты. Ана қыз әлі үйден шығып үлгерген жоқ. Бізді бәріміз, екеумізді де полиция бөлімшесіне алып кетті. Осы қаладағы департамент полиция Абаядағы, қателеспесем Бигелдинова ма, Абая ма. Бізді машинамен апарғандықтан ешқандай нені нетпей қалдым. Сөйтіп мені тергеп, неге келдің, не істеп жүрсіңдер, кімсіңдер деп сұраған жағдайда мен барлық шындығымды айттым. Бүгін жаңа ғана келген едім, мен әлі ешкімді танымаймын, ешкімді көргенде жоқпын. Көргенімне 2 адам ғана. Ол үшін. Одан кейінгі оқиға не болды? Сіз шықтыңыз, одан кейін қайтадан сол жерге бардыңыз ба? Жоқ, мен қайтадан ол жерге барған жоқ, мен сол күні сол жерден кеттім. Сөйтіп мен OLX-пен кәдімгі жұмыс іздеген кезде, айлығы көп жұмыс іздеген кезде біреу маған қайтадан хабарласты. Ол қыздың аты басқа қыз ЖК Хайвилға кел деп хабарласты. Я болмаса өзің қайдасың деді. Мен енді сол жағалауда болғанмын. ЖК Хайвилға келе аласың ба деді. Мен үшін ол жақтың тез бардым мен. Я барамын келемін. Кезіктік. Кезіккеннен кейін ол қыз айтты, осындай интиммен, мынау деп барлық жағдайларды түсіндіріп бергеннен кейін мен интимсіз істеймін дедім. Келісті ма? Жоқ, ол қыз келіскен жоқ. Сондықтан мен кетіп қалдым. Кетпей тұрып, сол жерге барғанда, сол жердің охраннигімен танысамын. Басқа сол қызда істейтін қыздары арқылы. Ол охранник мені күтіп алған қызбен бірге көтерілгенде кәдімгі формада, кәдімгі жұмыс орнында болған. Сондықтан ол сенімді адам болып көрінді маған. Содан кейін Қыздар таныстырғаннан кейін мен номерін жазып алдым. Маған жұмыс істеу керек қой. Оралдыңыз. Мен квартира тапсырдым. Мен ол охранникқа хабарластым. Мен баратын жерім жоқ. Басымда қарызым бар. Не істесем болады? Бірақ мен интиммен жұмыс істегім келмейді. Ешқашан істеп көрмегенмін. Көрген жоқпын ғой енді. Хайвилға дейін мен ешқайда істеп көрген жоқпын. Нұрсаяға бардым мен мысалы да бірінші рет.
Бұл қай айлар болған оқиға? Сіздің Хайвелге барған кезіңіз қай айлар? Биылғы жыл ма? Биылғы жылдың 28 февраль мен кешке бардым. Марттың 1-нен бастап жұмысқа шықтым. Яғни сол жерде яғни боди массаж көрсететіндердің орталығы бар, ошағы бар. Сол Хайвелдің ішінде. Толығымен боди массаж көрсетеді. Енді ол былай қарасаң элиталық үй ғой, күзетшілері бар. Элиталық үй, күзетшілер бар. Бұл үйде бір блок, G блокты егер алатын болсақ, 618 квартира бар. Енді мен дәл 618 квартирада қыздар бар деп айтпаймын, бірақ соның жартысынан көбі сондай қыздар, сондай азаматтар. Яғни жеңіл жүрісті қыздар жүретін жерде. Тек қана қыздар емес ол жерде. Жігіттер де бар, сондай қызмет көрсететін. Енді бұл жерде сонда бір ұйым болып тұр ғой, ол жерде сутенер да бар, ол жерде охранниктердің де қатысы бар, дұрыс па? Қыздардың да қатысы бар, жігіттердің де қатысы бар. Енді соның ішін көрдіңіз ғой, қандай оқиғаларға куә болдыңыз, айтыңызшы осыны. Әртүрлі оқиғалар. Сен өзің барасың. Бір квартира аласың. Ол жерде қаншадан аласың бір квартирадан? Хайвел қаншадан қымбат шығар? Мысалы, Хайвел ешқандай басқа жалға берілетін квартиралардан айырмашылығы жоқ, тек қана ыңғайлылығы болмаса. Бір күнге қанша? Бір күн мысалы негізгі өздеріңіз ашып көрсеңіздер, крышадан 10-12 мың теңге. Бірақ сіздерге қаншаға береді? Бізге 25 мыңнан басталады. Маған негізі 30-40 мың деген. Кейін 25 мың болды. Сіз жалдайсыз, сол жаққа дәл сол бір бөлмелі. Сондай жағдайға тап болдым. Мен неге 25 мың деген сұрақ енді. Неге сен, мысалы, ол үйім 10 мың теңге тұрады, 12 мың ары кетсе, неге сен 25 мың, 30 мың, 40 мың төлейсің? Неге? Охранник екі маған келгенде, біз егер полиция қызметкерлерімен проблема болса, клиенттермен проблема болса, соның бәрін шешіп береміз деді. Бұл жерде ақшаны кім алады? Охранниктер ала ма, жоқ квартираны берген иелер ала ма? Берген ие де алады, охранниктер де алады. Сонда квартираға 25 мың төлейсіз, охранаға қанша төлейсіздер? Толығымен 25-30 мың төлейсің. 25 мың төлейсің. Охрана да кіреді. Сол кіреді ғой, ішіне кіреді. Бір 25 мың ішіне кіреді. Сіздер 100% қорғай ма олар? Мысалы, қандай бір клиенттер келеді неше түрлі? Өйткені менің бір жақсы араласып қалған бір қызымның, ол қыз кетіп қалды, өкінішке орай. Россиядан еді. Осында қызмет көрсететін. Келген полиция қызметкерлеріміз деп ақша талап еткен. Қорқытып, өтірік. Иә. Өтірік па, негізі шын полиция қызметкері. Алып кетеміз деген. Ол қыз, мысалы, мен болсам, алып кет дейтін едім, тексеріп көр деп енді. Бәрін айтып беретін едім. Несін жасырам мен? Ол менің өзімнің қауіпсіздігім ғой. Ол қыз, мен бармаймын деді. Өйткені мен шетел азаматымын. Ертең депорт қылып жіберсе мені, маған проблема болады деді. Сөйтіп айттым да, мен айттым дейді, полиция қызын, келсек деп айттым дейді. Қанша сұратты? 60 мың сұраған. Бірден сол жерде беруің керексің 60 мың? Иә. Босату үшін? Тиіспеу үшін, ешқайда алып кетпеу үшін. Сол үйдің ішінде, үйден шықпай. 60 мың теңге берген. Ал сізден қанша сұрады полицейскийлер мысалы? Маған, менде ондай жағдай болған жоқ өз басымда. Енді қазір сіз бір қылмыстық заявление жазып жатырмын полицияға деген, ол не әңгіме? Менің ол әңгімем, охранниктарға 25 мың берем ғой. Квартира ары кетсе 10-15 мың теңге тұрады. 10 мың теңге бір бөлмелі үй, екі бөлмелі 13 мың, 15 мың аралығында, бір бөлме 10-12 мың аралығында. Мен ойладым, неге мен охранниктарға, сол жағдайдан кейін менің
таныс араласып жүрген қызымның жағдайынан кейін мен айттым, охранниктарға мен не үшін беремін онда, осындай жағдай болса. Ешкімге не ана қыз сондай біреулерге ақша талап етіп алып кетеміз деген жағдайда звондағанда, охранниктерге звондап, қызға телефон, бір қыз келеді одан күнде ақша алады квартираға 25 000. Налмен алады. Күнделікті күнде алып отыр. Күнде 25 000 теңге алып Бір отыр. охранник па, жоқ, барлық охранник па ол жерде? Мысалы, ол қыз істейтін, ол бір қызбен істеді. Ол бір қызға берді 25 000. Ал сол қыз, білмеймін, ол қыздың қатысы. Ол қыз айтады, мен де жұмыс істеймін, мысалы да, мен тек қана ақшаны алдым, квартираның ақшасын төледім, болды. Ал квартираның ақшасы 10-12 000 теңге тұрады ғой. Қалған 13 000 қайда, мысалы. Сөйттім да, мен неге мен біреуге артық ақша беремін деп қазір заявление жазып жатсыз? Жоқ. Дедім да, өзім риэлтордан тікелей жалдамаймын ба деген ой келді. Хабарластым, риэлторға айттым, мен сіздің үйіңізде тұрған едім, бірақ охранниктармен бірге жұмыс істеген едім. Енді сіздің өзіңізден тікелей өзім ұнаған пәтерімді жалдап тұрсам бола ма дедім. Бірақ ескертіп айтайын, мен боди массажбен айналасам, интим қызметтер көрсетпеймін. Келісесіз ба? Да мне вообще по барабану, кто ты. Самое главное, чтобы ежедневно оплачивала, деді. Я говорю, сколько будет двухкомнатная квартира? 15 000. Ту, которую вы хотите. Ну, я выбрала самую хорошую. Я говорю, хорошо, я остаюсь. Сөйтіп қалдым. Апрель, май, 2 ай қатарынан сол кісіде жұмыс істедім. Бәрін есептеп келгенде әбден шаршадым. Тек қана квартираға кетеді. Өйткені менің ұсынып тұрған бағам біздің қызметтерді қолданатын адамдар үшін қымбат болды. Ол бірде бар, бірде жоқ. Мысалы, бір күн тапқан ақша қайтадан квартираға кетеді. Өзіңе артық ақша қалмайды. Артық ештеңе қалмағаннан кейін кетейін деп шештім. Бұл қызметтен Мүлдем кетейін құрсын дедім. Басқа бір мәнісі болар деп. Енді не істемек ойыңыз бар? Сөйтіп кетейін деп шешкен едім. Апрельде, майда. Апрель, май 2 ай істедім. Апрельдің 23 күні мені қала бойынша ешкім қабылдамады. Одан кетейін деген себебім, мен өзім тікелей риэлтордан квартира жалдаған кезде маған неше түрлі ұсыныстар емес, қорқытқан телефонға шалған звоноктар түсті. Мәселе не деп? Сен неғып өзің істеп жүрсің Хайвилда, неге бізбен істемейсің дегенде. Яғни дәл қандай охранник, кім ол, мен білмеймін. Біреуін анық білемін, Хайвилдан кет деген адам. Ол бала маған өзін Ереке деп таныстырған. Өзін Алматы РУВД-сінің қызметкерімін деп таныстырған. Бірақ мен білмеймін, ол солай ма, солай емес пе. Бірақ мен өзім мен Хайвилда жүргенде, мысалы, оны мен жұмыс орнынан бір ретте көрген жоқпын. Тағы да бір бала, мен звондап сол Хайвилға барған бала, оны көрген мен жұмыс орнынан. Басқалар мен көрген жоқпын жұмыс орнынан. Сонда кетпесем не істейміз дейді олар? Ештеңе деген жоқ, бірақ кетуім керек. Мен сосын қойшы, так өзіме пайда тауып жатқан жоқпын. Тек қана үйдің ақшасын төлеп жатырмын деген сөз ғой. Ал егер боди массаждың интим қызмет көрсететіндер қанша алады? Айырмашылық жоқ. Мен дәл мынандай алады деп айтпаймын. Өзіңіз ашып көрсеңіз сайтта. Өзіңіз ақ көресіз. Айырмашылық жоқ, тек қана айырмашылық клиенттердің санында. Егер бағасы қолжетімді болғанда, клиентіңіз көп. Мен неге сіз онда бағасын қолжетімді қыла салмадыңыз? Ақыры клиенттер жоқ, ақыры таба алмай жүрсіз ақша, квартираны төлей алмай жүрсеңіз, бәрібір сол қызмет қой. Сол массаж ғой дегенім ғой.
әлде айырмашылық? Что для вас принцип? Сізге Что такое принцип? Сіздің принципіңіз бұл жерде қандай болды? Өзіңізді қымбатқа сату? Неге мен еркектен естігенде бұл сөзді, өзіңді қымбатқа сату деген. Мен үшін енді ол еркектің тарапынан ғой деп қабылдамаймын. Мен өйткені оларға айтамын, мен өзімді сатып отырған жоқпын. Сіз массажға барғанда сіз массаж жасайтын маманды алмайсыз ғой? Сіз массажды аласыз, дұрыс па? Здесь я могу с вами даже поругаться, извините меня. Жарайды, артық айтсам, кешірім сұраймын, бірақ мен анықтағым келіп тұр, да? Я так и говорю, я себя не предлагаю. Ты что, золотая? Я говорю, извините, вы если не согласны, решайте, думайте сами. Я предлагаю услугу. Согласны? Я буду рада. Если нет, ничего страшного. Мен сізге айтайын, 10 мыңнан 30 мыңға дейін баға. Сол 30 мыңнан менде 2-3 есе қымбат. Неге қымбат сіздікі басқа қыздардан? Несі ерекше? Сізде не ерекше? Сіз қандай қызмет ұсына аласыз деген ғой? Өйткені мен мысалы, мен ол кезде айттым, мен оған келіспеймін. Неге деген сұраққа мен айттым, мен пол жусам да, біреуге маникюр жасап берсем де, мен сол ақшаны табамын. Маған ол керек емес. Бірақ соңында бәрібір сол ақшаны алдыңыз, иә? Көрсеттім дедіңіз ғой, қазір мен дәлелдедім. Адам өзін қалай көрсетсе, солай қабылдайды. Маған келетін адамдар өте аз болды. Бір күнде біреу ғана болуы мүмкін, бір күнде ешкім болмауы мүмкін. Өйткені маған хабарласқанда неше түрлі балағаттайтын адамдар да болды. Мысалға келгенде, ты что, с ума сошла, что ли, у других вот так вот, допустим? Или ты что, золотая, что ли, бриллиантовая дегенде, да? Мен ондайға назар аудармаймын. Кешіріңіз, менің бағам сондай. Сонда қандай қызмет көрсетесің дегенде, менде массаждың барлық түрлері бар. Оны мен жасай аламын. Сонымен мен өзім ойлап отырып, кәдімгі массаждардың барлық түрі бар. Бодидан басқа. Жыныстық неге де жасай бересіз, мүшесіне де массаж жасайсыз, сонда, иә? Интимға бармауыңыз мүмкін, бірақ жыныстық мүшесіне бәрі массаж жасайсыз, дұрыс па? Әрине. Тағы да не жасадыңыз сонда, тағы қосымша? Сіздікі элиталық болып тұр ғой, былай қарасаң, дұрыс па? Элитаның ішіне не кіретінін мен түсінгім келіп отыр, да? Қандай қызметтер кіреді? Элитаның ішінде асып кеткен айырмашылық, енді оған келетін менің өзімнің жағдайымда бір-ақ адам болды. Мен келісемін, өйткені мен салондарға кәдімгі халық баратын ұяламын деп. Мен осындай тыныш, ешкім кедергі жасамайтын, ешкім көрмейтін жерде жеке басының гигиенасын халыққа келтірсем жақсы болатын еді деген сондай түсінікпен келетін адамдар бар, бірақ ол санаулы, саусақпен ғана санаулы. Оның бағасы қанша тұрады? Айтпаймын. Шамамен? Шамамен, мысалы 25 мыңды 3-ке көбейтсеңіз, 4-ке көбейтсеңіз. Яғни бір клиенттен әжептәуір 75 мың, 80 мыңға дейін ақша табуға болады. Болады, бірақ ол клиент күнде болуы мүмкін емес. Бірақ тұрақты клиентіңіз болуы мүмкін? Мүмкін. Сізде бар ма сондай тұрақты клиенттер? Бар. Олардың ішінде танымал тұлғалар жоқ, әлде бай, бизнесмендер? Әрине, бұндай ақша төлегеннен кейін келетін азаматтар қалталы. Кім екенін айтпайсыз? Кім екенін айтуға менің құқығым жоқ. Әртүрлі азаматтар бар, танымалы да бар. Қаншалықты танымал? Қазір анықтайық жоғыз. Барлығымыз танитын адамдар да бар. Әншілер, кәдімгі жүрген, ортамызда жүрген. Или бизнесмендер, депутаттар. Қай жағына мен соны көрсетіп, шоу бизнестің адамдар ма, жоқ әлде саясатта, билікте жүрген адамдар ма? Ол жағын мен айтпаймын. Бірақ бар, саясаттан да бар, шоу бизнестен де бар, дұрыс па? Айтпаймын, танымалы азаматтар кезігеді. Кезігеді. Көбінесе қалталы азаматтар. Ондай адамдар өзін көп эфирлерде, я болмаса әлеуметтік желілерде көрсете бермейді. Бір қажеттілік туындамаса. Енді сіздің клиенттеріңіздің арасында жас ерекшелігі қандай азаматтар болды? Үлкен кісілер келе ма? Жоқ әлде
орта жастағы жігіттер келе ма? Кімдер бұл боди массажды алуға құмар деген сұрақ қойыңызшы. Боди массажға шынымды айтсам барлығы 18-ден 60-қа дейін. Бірақ үлкен кісілер маған хабарласқанда олар міндетті түрде интим сұрайды. Сондықтан мен қабылдамаймын. Менің өзімнің қазір мен бұл жұмыспен айналыспаймын. Қанша болды қойып кеткеніңізге? Бір апта болды. Бір апта? Иә. Неге бұндай шешім неге қабылдадыңыз? Біз ондай шешім қабылдауыма себеп болды, өйткені мен шаршадым. Сіздің массажыңызға көбісі көңіл қанағаттанып шыға ма? Қанағаттанады. Яғни массаж жақсы жасайсыз. Иә. Қандай жақсы сөздер естідіңіз, мысалы? Кеп боди массаж жасады, сіз барлығын орындадыңыз, оның айтқанын бәрін жасадыңыз. Одан кейінгі ер адамдардың сізге айтқан алғысы немесе әртүрлі қарғыс айтқандары болды ма, ұнамай қалды, бүйтіп істемедің, мен көңілмен шықты. Жоқ. Қандай болады клиенттер? Менің қазақша бұндай әңгімеге қазақ сөздерін қимайды екен мен. Жақсы, онда орысша айтайын. Ең әуелі қазақ халқына мен кешірім сұраймын. Менің бағым шығар, маған келген азаматтардың бәрі жақсы азаматтар болды. Алғысын айтып кетеді. Сөйтіп ауырған едім. Арқам жұмыста. У кого-то сидячая работа, да, целый день работают, они сидят. У кого-то все время они двигаются, ноги устают. Разные проблемы. А когда человеку находят эту проблему и устраняют, естественно, мы уходим довольные. Элементарно, сіздің өзіңіз массажға барсаңыз, я болмаса косметологқа барсаңыз, сіз ойыңыздан шығатындай қызмет көрсетсеңіз, сіз де қуанасыз ғой. Дәл сол сияқты. Бірақ бұл жерде сіз бұған дейін айттыңыз, мен массажды оқыған жоқпын дедіңіз, иә? Массажды оқыған жоқпын. Бірақ массажды да оқиды ғой, оны да профессионалдар жасайды. Сонда қорықпайсыз ба? Барлық массаж емес жоқ. Егер ол, мысалы, медициналық массаждар болса, мануалды массаждар болса, міндетті түрде онда массажға оқудың қажеті жоқ, бірақ медициналық білімі міндетті түрде керек. Ал біз қабылдайтын, жоқ, жалпы халық қабылдайтын классикалық массаж, шейно-воротниковая зона, массаж спины дейміз, да? Массаж головы. Обычно это все обычно легкий массаж, который не требует медицинского образования. По всему миру так делают. Боди-массаж, тайский боди-массаж, она родина вообще тайская же. Она делается телом, и, естественно, и здесь просто своя техника тайская, она включается, то, что она делается телом, и плюс помимо того, что как она делается. Негізі айырмашылық жоқ. Мысалы, мен адамдарға таңғаламын. Вы какого роста? Какие груди у вас? Какого размера ваши груди? Вы красивая, молодая. Сколько вам лет? Я говорю, слушайте, я хожу на маникюр, я не спрашиваю у своего мастера, сколько вам лет. Я спрашиваю, сколько у вас опыта? Можно ваш Инстаграм? Я хочу посмотреть на вашу работу. Яғни клиентке маңызды, кеуденің массаж жасайды, кеудесі, әдемі болуы. Оларды ешқандай айыптауға болмайды, өйткені бізде солай дәріптеліп кеткен. Массаж ол жаман нәрсе. Массаж ол аты ғана массаж, негізі интим қызмет деп қабылданады. Ол үшін қыз деген жас болу керек, әдемі болу керек. Солай қабылданады. Боди-массаж десе қыздарды алу үшін барады. Қыздарды өзіне ұнайтын қызбен бірге болу үшін барады. Боди-массаж ол дұрыс. Сіздің сөзіңізден боди-массаж ол қорқудан қажет жоқ, ол қалыпты нәрсе. Негізі шын боди. Есть массаж простаты, допустим, ол медицинада бар. Массаж простаты. Дәрігерлер жасайтын. Есть различные эротические виды массажа. Она же легальная, и она требует, то есть нужно его делать.
Но не надо это превращать в проституцию. Вот разница в чем. А бізде мынандай адам қыз өзін өзі массаж жасаймын деп нетпейді, сату мақсаты. Халықта да солай дәріптеліп кеткен да, еркек өзіне ұнайтын қызды сатып алу. Ол саған массаж дұрыс жасай ма, оны қызықтырмайды. Мүмкін ол, мысалы, кейбіреулер айтады, менде интим жоқ дейді. Еркектер барады, интим беретін шығар, мүмкін келісетін шығар, ақшасын төлесем дегендей. Сізде болды ма интим ұсынғандар? Мен ақшасын артығымен төлейм. Болды әрине. Интим жаса дегендер. Болды, екінің бірі ұсынады. Екінің бірі. Келіп алып, жоқ, давайте, может, договоримся деп. Нет, мы никак не қинағандар, күш жасайтындар. Жоқ, құралай. Ол жерде, мына жерде, егер сен өзіңді дәріптесең, әу бастан массаж, телефонмен сөйлескен кезден бастап, анықтап айтпасаң, ара жігін ашып, что к чему, онда адам дұрыс адам келеді. Егер, мысалы, адамға интим керек болса, ол сразу айтады, маған керек деп. А керек жоқ болса, ондай массаж түрі, ол адам просто бас тартады, саған келмейді. Ал енді бывает, мынандай жағдайда болады, келіседі телефонмен. Маған интим керек жоқ, массажға келейін деп келіседі, көреді, содан кейін ақшасын берсем, бізде болу мүмкін ба деген жағдайлар. Бірақ дөрекілік көрсеткен менің өзімнің басымнан өткен жоқ. Дөрекілік көрсететін адамдар ол интим көрсетеміз деген жерде міндетті түрде болады. Себебі ондай жерде көбінесе демалу үшін келетін адамдар. Ол жерде білмеймін қайдан алатын, таңғы 6-дан 8 аралығында, 5 пен 8 аралығында, өйткені мен бірінші күндері ұйықтамай қарызымды төлеп тастайыншы деп 560 мың қарызым бар еді. Соның 160 мың төледім, 400 мың әлі менің мойнымда ілініп тұр. Келеді да айтады, маған массаж ештеңе керек емес. Жас балалар, 20-25 аралығында. Мен сразу айтам, жоқ, мен қабылдамаймын деп. Телефонмен білмейсің ғой, кейде телефонмен өте дауысы жас болады, келеді үлкен азамат өзіңмен шамалас сондай. Кейбіреулер болады, дауысы сондай бір үлкен өзіңмен шамалас бір бала сияқты түріне қарасаң, келгенде жас бала. Мен қабылдамаймын. Бірақ олар айтады, біз, можно, мне ничего не надо, можно я понюхаю? Меф. Понюхаю дейді. Иә. Рұқсат бересіз бе? Жоқ әрине. Вот сондай сөйтіп келетін адамдар бар. Маған айтады ең бірінші, біз телефонмен сөйлесіп отқанда солай түсіндірді жағдайын. Я вот хочу, говорить, попробовать побегать с кем-то. Я сначала не поняла. В смысле, говорю, побегать. Таңғы едім, мен таңғы жүгіріс деп ойлап отырмын ғой. Извините, я устала, говорю, я не могу бегать зимой. Сөйтсем, бұл бегайттың артында сондай дүние жатыр екен. Интим, яғни секс. Жоқ. Енді. Интим, оның артында не жатыр? Бегаю деген ол нюхать. Синтетический наркотик нюхать. Сізбен бірге ма? Иә. Мен ең бірінші жүгіру дегенде, жүгіру ретінде қабылдап тұрмын ғой. Маған солай айтқан адамдар болған. Сонда мен ең бірінші білдім. Бегать, побегать. Мен мүмкін дұрыс түсінбеген шығармын. Енді 1-7 болды, мен кеттім дедіңіз. Ендігі жоспарыңыз? Біз мына жерде кеттім деп айту мүмкін бе? Сөзіміз бөлініп кетті, әрине кеттім. Өзім айттым ғой, охранник, сол ереке деп танысқан, өзінің РУВД қызметкерімін деп таныстырған адам маған звондап айтқаннан кейін бұл жерден кет деп. Мен кетем дедім, оған да жаздым. Мен кетем, реніш болмасын.
дос болып қалайық, мен кетемін бәрібір. Ол жаны ашып айтты ма кет деп, жоқ әлде бүйтіп қуып айтты ма? Жоқ, сес көрсетіп айтты. Мен кеттім, бірақ тағы квартира таба алмадым. Квартира таба алмаған себебім, бәріне звондап шықтым, суточный. Мен кеткенде, мен бір ақша жинап, ақша мол болып кеткен жоқ, мен шаршап кеттім. Өзімде бірақ ақша болған жоқ, бір асып кететіндей. Бұлай айтатын шығарсың, неге мен айлық квартираға жинай алмадым? Сенесің ба? Бәрібір суточныйға ғана қалды да, бірақ мен жұмыс істемеймін, бір күн болсын, демалып алайыншы осының бәрінен дедім. Бір күн болсын суточный квартира снимать етейін деп едім. Ешкімнен квартира таба алмадым мен. Ешкімнен квартира таба алмадым, соңында бір бала келісті. Өте нашар жағдайдағы квартирасын маған қымбат бағаға өткізді. Маған демалу керек болды, оған да келістім. Келесі күні осындағы қалайын мен тағы бір күн енді не болса да шешейін ары қарай не істерімді, қалай не істесем болады екен, басқа бір амалдарын көрейін деп. Шешкен кезде ана бала айтты маған, сізді блокқа қойып тастаған деп. Блокқа қойып тастаған деп. Забанили вас деп. Где, как, кто забанил? Ну, мы не хотим лишний раз проблемы с правоохранительными органами где-то. Я вас понимаю, говорю, я вам верю. А кто такой забанил? Я вот вижу, что вы нормальная, хорошая девушка. Қайтадан баратын жерім жоқ болғаннан кейін 23 май күні қайтадан мен ақшам бітті. Сізде тұра тұрайын енді. Аналар маған тиісті, тиіспеді. Охранниктардың сөзінен кейін өзінің неткенінен кеттім ғой. Шыдайын деп. Енді до конца шыдайыншы құрсын деп. Бардым. Барғаннан кейін ол кісіге айттым, бірақ мен массаж жасамаймын дедім. Басқа бір жұмыс болса деп. Сөйтіп ол кісіге барған себебім, маған ол кісінің, мен сол жақтан кеттім деп шештім ғой енді охранниктар. Сол кезде маған сол жерде тұрып айтқан еді уборщицасы, горничная в одном лице. Я уезжаю домой 28 мая. С 28 мая меня уже не будет. Если хочешь, выходи на мое место деп. Яғни уборщица болып. Иә. Бәрін айтты, күніне 4000 теңге. Мен айтып, қалай 4000 теңге аз ғой? 10 квартира. 10 емес, 9 квартира. Оның бәрін қайтып жинап үлгеремін бір күнде деп. Айтып едім, жоқ, қорқпа, күнде бәрі 9 бос болмайды. Сен біреуінде өзің тұрсаң 8, оның бәрі бос болмайды. Күнде 2-3 әртүрлі. Жүретін да. Деп келістіңіз, сонымен жұмыс істедіңіз. Жұмыс істедім 47 күн. Майдың 28-нен июльдің 13-не дейін, 13 включительно, я работала у нее горничной. Получается, в общем 47 дней работала. За это время я получила всего 50 тысяч тенге, 47 күнге. И плюс осталось 166 тысяч должна за квартиру. Так как я там проживала, и уборкой занималась. Енді әлі ақшамызды ала алмай жүрсіз. Ақшамды ала алмаймын, ол кісі маған ақша бермейді да. Ол кісі бермеймін деп бас тартып отыр. Полицияға заявление бердіңіз бе? Бердім. Шешіп береміз деді ме? Полиция шешіп бермейді, полиция өздерін не істеу керек, соны істейді ғой ол. Ол іс, мысалы, сотқа берілген. Енді қазір қиын жағдайда жүрсе, әлі қарызыңыз бар,
Әлі қарызым бар. Тұратын жерде де таппадыңыз? Тұратын жерім жоқ, ақшам жоқ. Енді жалпы басқа бір кезінде тұрақты жұмыс тауып, мысалы, жігітіңіз, достарыңыз, подружкаларыңыз бар ма? Мен жасым біраз жастамын. Менің таныстарым, мысалы, жақсы құрбым шетелге кетіп қалған, басқа қалада тұрады. Бәрі үйлі баранды, өзінің істері бар, өзінің кәсіптері бар. Тіпті туған сіңлімнің өзінің үш кішкентай баласы бар, семьясы бар, өзінің проблемасы бар. Кімге бармайсың? Мысалы, сізді де танимын да, сізге айтсам, қалай менің проблемам болып тұр. Бүгін менің баратын жерім жоқ, ақшам жоқ. Сен қашанғы көмектесе аласыз, мысалы? Бастапқы кезде көмектесе алатын едім. Одан кейін тұрақты деп айта алмаймын. Сол үшін сіз өзіңіз... Дәл сол кезде сіз сияқты маған көмектесе алатын адам болған жоқ. Болған жоқ. Негіз бітірген мамандығыңыз, оқу, бастапқы кезде қандай жұмыстар істедіңіз? Менің негізі айтпаймын. Жеке басыма қатысты сұрақтар қойған қаламаймын. Жоқ, мен сіздің қандай оқу бітірдіңіз? Тек қана осы боди массаж саласында жоғарғы білімім бар. Ендігі жоспарыңыз қандай? Ендігі жоспарым өзімнің кәсібімді боди массаж емес бұл. Одан кеттім дедіңіз. Одан кеттім мен. Өзімнің басқада кәсібім бар, тірлігім бар, айналысатын. Ол кәсібім тоқтап тұрған себебі, өздеріңіз білесіздер, мына помещение дейміз ғой, енді орыс, кеңсе дейміз ғой қазақша. Кеңсенің арендасының бағасының өте қымбаттылығы. Енді ол басқа әңгіме болып кетеді қазір. Жоқ менде помещение, мен өзімнің оборудованиемді жақтан жаққа тасып жүре алмайды екенмін. Оның өзінің істен шығатын жағдайлары бар дегенде. Ал салондарға маникюр, енді сіз маникюрді оқығансыз ба өзіңіз? Оқып, кәдімгідей үйренген? Жоқ, самоучка. Самоучка. Салондарға барып... Мен тек қана менің сертификатым мастер бровист, лэш мастер. Бірақ мен онымен айналысқан жоқпын. Негізі айналыссаңыз, ол да жақсы ақша ғой деген ғой. Ақша табуға болатын жұмыс қой ол да. Ақша табуға болатын жұмыс деп ойлайды бәрі. Таппайсың? Жоқ, әр саланың өзінің жоқ, мына жұмыс істесем таппаймын, мына жұмыс істесем таппаймын емес. Одан табуға болады. Бірақ мен қарызымды өтейтіндей ақша емес. Қазір менің мойнымда 2 миллион қарыз бар. Сіз 560 мың дедіңіз ғой? 560 мың, мысалы, 560 мыңның 160 мыңын мен бердім. 400 мың қарыз болдым. Енді мына кісі менен 166 мың тағы да қарыз отыр. Қайтадан 566 мың болды. Дұрыс па? Басқа менде 1 миллион кредитім бар. Оны жабу керек. Оны төлеп жүрмін. Оның үстінде тағы да микро қаржыландыру дейді ғой, микрокредит. Тағы бар 100 мың көлемінде. Енді санай беріңіз, 560, 660, 1 миллион кредит, 1 миллион 660 мың. Мен мынандай бір орысша айтты ғой, как белка в колесе кручусь, топчусь в одном месте. Жалпы, боди массажды жұмыс деп баратын қыздарға қандай кеңес бересіз? Баруға бола ма? Бұл жұмысты таста деп айтасыздар ма қыздарға? Тастасын, әрине, өйткені арам ақшаның берекесі болмайды ешқашан. Бұл бәрібір арам ақша, иә? Әрине. Егер сен оны дәл массаж, бүкіл, мысалы, мен ешкімнен ешқай жерім менің артық емес, бірақ менің ешкімнен ешқай жерім кемде емес. Мысалы, мен массажға барғанда, мен массаждың барлық түрлерін тек қана бодиға ғана тіреліп қалған жоқпын. Адамдар бодиға тіреліп қалады, дәріптейді.
Халықта солай қабылдайды. Мен бодиға барам, мен білем не істерімді, не қабылдайтынымды білемін, понимаешь? Ол басқа массаж түрлері қызықтырмайды ол жерге, басқа азаматтар. Қызықтыратын адамдар, мысалы, айттым ғой, санаулы деп, жоғарыда. Ондай дәріптеуге мен қарсымын, түбегейлі қарсымын. Болмайды, қарамақшаның берекесі жоқ, ол. Себебі түптеп келгенде бұл боди массаж жасау да ол проституцияның бір элементі ма? Әрине. Әрине. Бізде солай дәріптеліп кеткен. Дәріптеліп кеткен ма, жоқ, ол солай ма? Негізі олай емес. Бірақ негізі олай емес, бірақ қазақтың менталитетіне келсек, болмайды ғой. Тірі жалаңаш. Қазақтың менталитетіне келсе, мен мына жерім, шорты киіп, ашық футболка киіп жүруге де дұрыс емес қыздарға. Біздің менталитетімізге, айтайыншы, біздің менталитетімізге жат қызмет түрі. Негізі боди массаж бар. Біздің менталитетімізге, біздің халық салт дәстүрімізге, біздің дінімізге қарсы. Енді соңғы сұрағым болсыншы, жалпы қандай арманыңыз бар? Армандар жетерлік. Қандай, мысалы? Күйеуге шығу, бала сүю, әйел бақытын сезіну, көп ақша табу. Қандай арманыңыз бар? Көп ақша табу? Арманыңыз сол ғана ма? Арманым сол ғана емес, көп ақша табу, ол ақша деген мен үшін инструмент. Инструмент жизни, который все мы в этом, в котором мы все нуждаемся. Айтады ғой, неге мен бұл бағдарламаға келдім, не үшін келдім, маған негізі сұхбаттың айталмаған олқы жерлері болғаны өкінішті болып тұр. Мысалы, нені айта алмай қалдыңыз? Арманың не дегенде? Мен сізге айтам, адам болып келгеннен кейін басын тік көтеріп, адам болып кету керек. Өз өлсе де артына өлмес, іс қалдыру керек. Болмаса бір жақсы дүние қалдыру керек. Сен туралы дүние ол мына қаржылайым емес. Рухани дейсіз ғой. Адамға тәрбие бере алатындай. Мысалы, қыздар дейсіздер, мына осы жерде мен айтып кеткім келеді. Қыздардан кім сұрады? Сен неге сондай жағдайға тап болдың? Неге сондай қызметке бардың? Біреу тоңып барады, біреу тойып барады. Біреу арамызда, мысалы, адам пенде болғаннан кейін ондай кемшіліксіз болмайды. Кейбіреулер жеңіл ақшаға қызығып барады. Әдемі киіну керек, әдемі салондарға бару керек дегендей. Әдемі жүргісі келеді, әдемі бай-бай жігіттермен кезіккісі келеді дегенде ғой. Ал біреулер мәжбүр болады. Ешқандай баратын жері жоқ. Басатын тауы жоқ. Ешқандай жанашыры жоқ. Адам жалғыз қалғанда не істерін білмегенде. Сенің кезінде, сенің алдыңда мен саған көмектескен деген бір адам келсе, соған сен қуанасың. Ол кезде ойдан жататын жағдай жоқ. Ең жаман осы жер ме? Әрине. Көмектесетін адамның жоқтығы, Мысалы, әсіресе қыз бала, ер балалар мынандай молшылықты көріп өсіп, егер молшылықты одан тартып алса, біраздан кейін олар өз-өзіне тез келеді екен.
Ал қыз балалар молшылықта өсіп, бәрі бар, бәрі жақсы, еркелеп, өсіп, бір күні содан айырылған жағдайда олар үшін ары қарай өмір сүріп кету қиын. Айтқанда қасқыр болу қиын. Бірден сынасын дейді, іштен сынасын. Сынады. Оған көп дүниелер жат болып көрінеді. Көп адамдардың қылықтарын түсінбейді, ниеттерін түсінбейді. Ол сөйтіп, мысалы, психолог мамандар болса айтатын еді, енді ол кісілерге маман ісі болғаннан кейін аян ғой, депрессияға ұшырауы мүмкін. Адам өлі ауру болып кетуі мүмкін, егер жападан жалғыз қалса. Сіз жаңа айта алмай қалған нәрселерім бар деп айттыңыз. Не олар? Айта алмай қалған. Мысалы, мені сөгетін адамдар қазір табылатынына мен сенімдімін. Жақтайтын адамдар табылмаса, мен оған таңғалмаймын. Дана врет, Дана такая деп шығады, сама виновата деп шығатын адамдар да кезгеді. Мен ешкімді ол өздерінің пікірі үшін айыптамаймын. Әр адам өз пікіріне, өз ойына құқылы, ерікті. Бірақ адам жалғыз қалғанда адасады. Ортада поле один не воин деп. Өмірде бәріміз күресуіміз керек, бәріміз өзіміздің қолымызда, бірақ қасыңда досың болмаса, қасыңда туыс-туған қолдайтын адамдарың болмаған кезде, олар міндетті түрде сені әлпештеп жаныңда жүру керек емес. Бір ретте болсын, қоңырау шал. Сізге шалмайды. Бір ретте болсын, қалың қалай деп сұрап, не болып жатсың деп сұраса, соның өзі медеу болады. Мен ешкімді көрмей кететінде, мен ешкімге ешқандай жамандық жасаған жоқпын. Я, мен қателестім. Я, күнәлі мүмкін болармын. Бірақ мен ешқашан ешкімнің ала жібін аттамағанмын. Ешкімнің ештеңесін тартып алған жоқпын. Менің істеген істердің бәріне өзінің себебі болды. Ол біреу үшін дұрыс. У каждого своя правда, да? Біреу үшін менің істеген нәрселерім дұрыс емес болуы мүмкін. Ал мен үшін дәл сол кезде мен солай қабылдау керек болдым шешімді. Соны мен жөн көрдім. Және де мен ол қабылдаған шешімдерім үшін ешқашан өкінбеймін. Бірақ менен айналып, сырт айналып, бұрылып кеткендерін мен түсінбеймін. Ата-анаңыз тірі? Ол туралы айтпа. Бірақ, шүкір Аллаға, туыс-туған, бәрі аман есен. Жоқ, ол кісілерді осынша ренжитіндей, сізге ренжитіндей сіз не істедіңіз дегенім ғой. Бір-бірлеріңізді көрмей, қоңырау шалмайтын жағдайға дейін жетуге. Не себеп болды? Оны айтпаймын, ондай әңгімелерді көтергеніңізді қаламаймын, эфирге шығарғаныңызды қаламаймын. Жақсы, маған хабарласудағы мақсатыңыз қандай болды? Мен осы Хайвилдің мәселесі бойынша. Хайвилда, яғни осындай жаман жағдайлардың болып жатқаны. Жаман жағдайлар дегенде массаж, боди массаж, с интимом болсын, без интимом болсын, қандай массаждың түрі болсын, қызы бар, еркегі бар, еркек сымағы бар дегенде, неше түрлі болады. Мынау транс, бисексуал. Олар да бар ма? Әрине бар. Сондай қызмет көрсететін адамдарға беріледі. Маған ұнамайтыны, мысалы, неге ешкім ешқандай шара қолданбайды?
бірақ ол жерде бар екен білет барлығы. Бәрі біледі ғой, тек қана Астана қаласы бойынша білмейді емес, бүкіл Қазақстан біледі. Астана қаласы бойынша, мысалы, мен өзіңізден білем, Лазурныйда сондай жағдайлар жай орын алып жатқанын, иә. Нұрсая, мен бұрын ойламаппын Нұрсаяда ондай бар дегенді. Лазурныйда вообще өзім болмағанмын ол жерде. Тағы Хайвилдан басқа қай жерде бар? Хайвилды вообще, мен Хайвилда өзім болдым. Өзім бұған дейін Хайвилдің ішіне вообще кіріп көрмеген адаммын. Хайвилдің именно қай блогы? G-блог. G-блогы. Все знают, вся страна знает. Там что, там процветает и проституция, и барлығы, иә, ол жерде? Иә, там, я скажу, больше 50%, если сдается там 8, именно сондайларға. Сдаются, да, именно сондай. И вообще, в целом, больше 50% вообще квартиры, там посуточная аренда. Тағы қай жер? Там все квартиры сдаются. Тағы Лазурныйда естідім, мен бірақ мысалы ол жерде болған жоқпын. Жаңағы Нұрсая? Мен бір күн ғана болдым ол жерде. Демек Нұрсаяда бар? Бар, өйткені мен... Дегенмен ол жерде депутаттар, мықты адамдар, мәдениетті болып көрінетін жер, бірақ сондай ошақ бар. Байқап отырсаңыздар, біз атап өткен тұрғын үйлердің барлығы бай адамдар тұратын жер ғой. Мысалы, менің бұрын Нұрсая дегенде, мен Нұрсаяның қасынан өтуге ұялатынмын. Шынымды айтсам, өйткені мен үшін ол депутатский үй болатын. Депутаттар жүретін шығар деп. Хайвилда бар себебі өйткені шетелдіктер тұрады, байлар тұрады. Хайвилда да ондай барына, мысалы, мен ешқашан ол Хайвилға келіп, Хайвил бір түрде ұялып әсер барған соң ол жерге. Өйткені қасында мешіт бар. Қасында бүкіл посольстволар енді орнағаны, Америка посольствосы, басқа да посольстволар уже іске қосылғаны бар, қосылмағаны бар, бүкіл посольстволар соларды сол жерде салып жатыр. Ақорданың дәл түбінде тұр. Мына сол жағалаудан Хайвил біз жаққа көрініп тұрады. Кім ол жерде ондай дүниелер бар деп ойлайды? Тем более, когда ең Қазақстан бойынша әдемі мешітіміз сол жерде тұрғанда, мынандай жағдайлар орын алып жатыр. Сіздің ендігі талабыңыз сол жерді тексерсін. Тексерсін. Бәрін тексерсін. Бұған қатысы бар ішкі істер қызметкерлерін де тексерсін. Бұған қатысы бар сол Хайвилдің хейскасын тексерсін. Бәрін тексерсін. Тағы айтпай қалғыңыз бар ма? Сұхбатымызды осы жерден аяқтайық. Кешірім сұрау. Кешірім сұраймын. Нақты кімнен кешірім сұрайсыз? Қазақ халқынан, қазақ қыздарының арына дақ түсіргенім үшін. Мен қалай осындай іспен айналысып, жайбарақат өмір сүріп жүретін адамдарды түсінбеймін. Қыздарыңыз бір проблемаға душар болса, оны көмектесіңдер, шығарыңыздар. Сен оған тас лақтырып, оны сөгіп, оны балағаттап, оны кемсіткен сайын ол адамнан ештеңе шықпайды. Одан да көмектесіңдер. Көмектесіңдер дұрыс адам болу үшін. Ол үшін оны өлдемен бүлдеге оралдың қажеті жоқ. Ол үшін оны ақшамен қамтамасыз етудің қажеті жоқ. Дұрыс жолға салуға барлық күшін салу керек. Керек болса, барлық қызметтердің, мамандардың қызметіне жүгіну керек. Леди Джи, сұхбатыңызға рахмет. Барлығы осылай шындықты айтып, жалпы бұндай боди қызметтің артында не жатқанын, кіммен байланысты екен жалпы шындықты айтқаныңызға алғыс айтамын. Сізге де рахмет.